Қазақ халық ертегісі Батпан құйрық. Оқитын Мақсұт Гүлім Хизатоллақызы. Бір күні қарны ашқан қасқыр тамақ іздеп арсалаңдап келе жатады. Сол кезде түлкі жолығады. «Қасеке, жолың болсын, қайда жортып барасың?» деп сұрайды түлкі жылмыңдап. «Түкем, қарным ашты, тамақ іздеп барамын». «Қасекай, менің де қарным ашып келе жатыр еді, өзің кездестің, жолың болады екен, бірге іздейік». «Ал түке, ендеше жол баста», дейді қасқыр. Қасқыр мен түлкі жорта жөнеледі. Бір мезгілде төңкеріліп жатқан қойдың тегенедей құйрығына тап болады. Қуанғаннан қасқырдың екі көзі сексеуілдің шоғындай жайнап кетеді. Оп-оңай табыла қалған тамаққа таңырқап, түлкіден сұрайды: «Түке, бұл не қылған батпан құйрық? Тегіннен тегін айдалада жатқан құйрық, а?» Түлкі ойланған боп қипақтай жауап қайтарады: «Апырмай, Қасекай, бір алаңғасар базарға барған шығар. Арзан бағаға алған шығар. Қанжығасына бос байлап, содан түсіп қалған шығар». «Ай, түке, сонда да мен осыдан қауіптеніп тұрмын». «Қасеке, сен қауіптеніп қорқатын болсаң, мен ақ жей салайын», деп түлкі құйрыққа ұмтыла бергенде «Тоқта!» деп қасқыр арс ете қалады. Түлкі жалт беріп құйрығын бұлғаңдатып шоқиып отыра кетеді. Ашқарақ қасқыр былқылдақ құйрыққа ауызды салып кеп жібереді. «Қасеке, мені де ескерсейші, ол жаға ортақ емеспіз бе?» деп түлкі өтірік мүләйімсейді. Қасқыр оған ала көзімен ажырая қарап, тісін ақситып: «Былжырама», дейді де қойдың тегенедей құйрығын төрт ағасап, толғап қылғита салады. Қарны тойып, қарқ болған қасқыр аузын кере қарсы ашып, ыңыранып, бір керіліп алады да жорта жөнеледі. Іші біліп, мұртынан күліп, қасқырдың соңынан келе жатқан түлкі: «Апырай, Қасекай, әлгі май құйрықтан тым болмаса бір асым дәм татырмадыңыз-ау, а?» деп күңкілдейді. «Түке-ау, мұрныңа майдың иісі барғанда жетпей ме?» деп қомағай көкжал қарқ-қарқ күледі. Біраздан кейін қасқырдың көзі алақтап, тілі салақтап, жанын қоярға жер таппай дөңбекшиді де қалады. «Құйрық жейтін батырмысың? Жан бергелі жатырмысың, а?» деп түлкі қуқсықылықтай кеп күледі. «Ойбай, жаным-ай, емің бар ма, түлкі жан-ау? Түкешім-ау, аясаңшы!» деуге қасқырдың тілі әрең келіпті. У барған ішке су барса тез өлтіретінін білетін түлкі: «Қасеке, удың емі су болады, су ішсең жаның қалады, сәтін салса», дейді. Қасқыр бар қалған күшін жинап, суды тілімен жалап алады да қалпақтай ұшып түседі. «Міне саған батпан құйрық, айдалада тегіннен жатқан құйрық», дейді түлкі өз жөніне кете береді.